Қазақстандағы ең бай адамның есеп шотында 5 миллиард доллар бар. Forbes ең бай адамдардың тізімін жариялады. Қазақстандағы ең қалталы адам Владимир Ким. Ол Қазақмыстың басшысы, Казминералстың президенті, қысқасы елдегі барлық мыстың иесі. Екінші орында Құлыбаевтар. Тимур Мырза мен Динара ханым. Екеуінде 3,8 миллиард доллардан бар. Әрқайсысында олардың меншігіндегі дүниелерді тізіп шығу үшін таңды таңға ұрған ақындар қажет. Қысқасы мыналар. Болат Өтемұратовтың қалтасында 2,8 миллиард доллар бар екен. Форте банктың басшысы Риксис Билайн Бургер Кинг осы кісінікі. Каспий банк акционері Вячеслав Кимде 2 миллиард доллар бар екен. Міне, осы кісілер Қазақстандағы ең бай адамдар. Ұялмай, қарызға ақша сұрауға болады. Ал әлемнің ең бай адамы Илон Маск.